Барлығыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздер сұраған қорқынышты фильм, яғни анимация көретін боламыз. Бізде осы каналдағы біздің анимация жасаған канал осы каналдан түпнұсқасын көруге болады. Маньяктар мені аңдып жүр, қорқынышты анимация. Міне канал достар бізде осындай. Енді біз осыны тақанса көріп баға беретін боламыз. Әскерде жүрген кезде айтып берді. Әкем 80 жылдары 2 жыл отандағы борышын өтеген еді. Сол күні әкем көлікпен әскери құрал жабдықтарды қоймаға жеткізу керек болатын. Әкем өзі жалғыз болды, әрі орман ішінен ғана өту керек екен. Кешкі сағат болса 8. Алдағы 2 сағатта түн батады, яғни түн батқанша қоймаға жету үлгеру керек. Қорқынышты несі болып жатыр бізде? Сөйтіп солай жолда келе жатып, жол бойында тұрған бір адамды байқайды. Бұл ақсақал екен, және қолмен былғап тұр. Яғни ақсақалға бір жерге бару керек болар. Алып кетейін деп, әкем көлікпен тоқтайды. Бірақ бұл ата мүлдем басқа нәрсе айтады. Балам, бұл алдыңдағы жолда көлік апаты өте көп болады. Артқа қайтқаның жөн болады. Жоқ ата, маған тапсырма берілді, соны орындау керек. Мен ештеңеден қорықпаймын. Онда бұл жолмен өтетін болсаң, мүлдем көлікті тоқтатушы болма. Жақсы, рахмет сізге. Түсіндіріп отыр болғанды, достар, түсіндіріп отыр. Ата горячий. Білдерден өтпеңдер деп түсіндіріп отыр. Солай әкем бұл жолмен келе жатып, алдында тоқтап тұрған көлікті байқайды. Және қасында 2 адам тұр екен. Бұл көлік апаты болар. Маған оларға көмек беру керек. Әкесі ол военный адам, көлікті Солай суға әкем тапсырма бұл берген. адамдардың қасына жақындап тоқтаған еді. Бірақ бұл адамдар мүлдем біртүрлі көрінді. Шайырып қой достар. Сыртқы келбеттері өзгеше, ал түрлері болса қалыпты адамға ұқсамайтын секілді. Оның қолында не бар нақ? Көлікті мүлдем тоқтатушы болма. Олар сені көріп қойса, саған зиянын тигізуі мүмкін. Абайла. Екеуі машинаның терезесінен көрді. Осы кезде әкемнің есіне жаңағы шалдың айтқаны есіне түсіп кетті. Сондықтан осы жерден тез кетіп қалуға шешім қабылдайды. Бірақ әкем алға қарай жүргісі келген еді. Бірақ алдында тұрған өте көп адамдарды байқайды. Мен қазір ойланамын. Және бір ғана сұрақ туындайды. Сонда ол адамдар кімдер? Музыкасы негізі қорқынышты болды. Өздерінен адасқан жынды адамдар ма? Әлде адам жегіштер ме? Мүмкін. Мүлдем олар адам емес болар. Анимация зор жасапты. Анимациясы оннан. Мұнан қараңыздар әлі бар. Дәрігер, маған сіздің көмегіңіз керек. Түнде ол маған көмектесіңізші. дейтін екінші видеосын қиналып көреміз. кеттім. Қорқынышты. Сізді не уайымдатып жүр соншама? Сұрап жатыр, короче. Бізде жарнама дейтін TikTok'та, YouTube'та болмайды. Неге бір түрлі сөйлеп отырсыз? Мен ұйықтай алмаймын. Көмектесіңізші маған, өтініш. 5 күн болды ұйықтамағаныма. Жақсы, мен сізге көмектесе аламын. Тек сіз тынышталыңызшы, бәрі жақсы болады. Мен сізге уәде беремін. Қалай ұйықтай алмай жүрсіз? Мен ұйықтар алдында төсекке жатып, көзімді жұмсам болды. Ол маған келе береді. Кім келе береді дейсіз? Солай жігіт не үшін ұйықтай алмай жүргенін дәрігерге түсіндіріп береді. Мені достар артында ұйықтасам, сөйтсе жігіт ұйықтайын деп көзін енді жұмғанда қорқынышты шығады. Жоғарғы қабырғадан үсті қап-қара 3 көзді мақұлық келеді екен. 3 көзді. Бір қызығы жігіт көзін ашып, мақұлықтан көзін алмай қарап тұратын болса, ол мақұлық тек бір орында
орнында тұра береді екен. Бірақ жігіт көзін жұмса болды. Ол мақұлық жігітке жақындай бастайды екен. Міне осылай әр түн сайын жалғаса береді. Түсінікті бәрі. Сіз көп ойындағаннан миыңыз осындай мақұлықты жай ойдан шығарған. Мен сізге керекті дәрілер жазып беремін. Жақсылап тыңдап алыңыз. Және де қатты уайымдамаңыз. Қызық видео болып жатыр. Кейін жігіт қайта дәрігерге көмек сұрап келеді. Бұл жолы жігіт мүлдем әл дәрменсіз. Тіпті сөйлеуге мұршасы жетпейді. Және жігітке біртүрлі әдет пайда болыпты. Ол бөлмеде отырғанда жан-жаққа қаралап, жан-жаққа бұрылып қарай береді. Біреуден қорқып отырған секілді. Мына бөлменің ішінде тағы да біреу бар секілді көрінді. Сізге тағы қайталап айтам. Сіз олай қатты уайымдамаңыз. Уайым бұл адамның ең басты жауы. Мен сізге менің ұялы телефон нөмірімді берейін. Бір нәрсе керек болса хабарласыңыз. Келесі күні жігіт шынымен дәрігерге хабарласты. Дәрігер, бәрі менде жақсы. Мен неге өліп тұрмын? осы күні қазан айының 31-і болатын. Яғни Хеллоуин болғандықтан Бека есімді бала базарға барып асқабақ алып жатқан болатын. Солай асқабақты алып тұрған еді. Қасына бір кезде екі қыз келді. Екеуі сөйтсе мектебінде оқитын қыздар екен. Ей, сәлем Бека, қалайсың ба? Міне мен қасымда гүл. Ал мен болсам, бізде гүл бола, мен танығам боларсың. Кешке Хеллоуин мерекесі болады, соған кел. Бәріміз жиналып жатырмыз. Сол жақта бәріміз керемет болады енді. Бірақ ең бастысы сен ол жаққа қорқынышты киім киіп кел. Қандай киім? Маньяктың киімі немесе енді өзің білесің мұны. Бека болса әрине өзін шақырады деп күткен де жоқ. Сондықтан да кішкене сасқалақтап қалды. Бірақ қыздарға айтып, мен келісемін дейді. Жақсы қыздармен келістім. Бірақ қорқынышты киім киіп келу міндетті ме? Иә, міндетті. Сен ол жаққа бармасаң Хеллоуин болмайды ғой. Сондықтан да кел, мына қара қыздың үйінде болады. Сөйтіп түнгі 11-де болады. Осылай Хеллоуин кеше басталуда. Барлығы келуде жан-жақтан жиналып. Ең соңында Бека киініп келеді. О, Бека, сен келдің бе? Мынандай киімді киіп келеді деп ойламаппын енді. Қатты дайындалып келіпсің. Мұны таза маньяктың киімі ғой. Не үшін бұлай киіп келдің? Бұл енді өте қорқынышты екен, шынымды айтсам. Бүгінгі кештегі ең қорқынышты киімді сен ұтқан сияқтысың ғой меніңше. Көрінісіңіз. Ей, солай енді есік алдында тұра бересің ба? Неге ішке кірмейсің? Кел, ішке кір. Артыңа не алып алғансың? Бір адамды өлтірейін деп жүрген жоқсың ба сен өзі? Артындағыны өлтіреді ау. Маскыма біреу арбап тұр. Мына Беканы қандай киім киіп келгенін қараңдар. Қандай мұны бізді өлтірейін деп жүр ме? Біліп отыр. Ең қорқынышты киімді киіп келіпсің ғой сен, Бека, аяқыңды қатырасың, ұялмай. Мына асқабақтарды біз жасадық. Өте керемет емес пе? Сенің асқабағың қайда? Сен оны басыңа киіп алғансың ба? Бека, не үшін демейсің? Басыңа неге киіп алдың? Басына аладау бір бар. Сөйтіп бәрі Беканың үстінен күле бастайды. Біреу өлтірді.
Maskasini şişti. Endi bastar adamdardын çözü. Наркоман işte. Беканың кім екені енді белгілі болды. Ол нағыз қаншер. Және де ол бас сүйектерді жинау үстінде. Dostlar, osымен видео бітті. Осыдан 100 лайк жиналса, екінші бөлімін, екінші частын шығаратын боламын. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер.